Кайырлы күн достар, бүгін сіздермен 10 минутта дайын болатын панкейкидің рецептісімен бөліскім келеді. Ең алдымен жұмыртқамызды саламыз, қантымызды саламыз. Жұмыртқамыз бен қантымызды жақсылап араластырамыз, ағарғанға дейін араластырамыз. Араластырып болғанымыздан кейін жылы сүтімізді құямыз. Араластырамыз. Онымыз бен қопсытқышымызды араластырып, сетадан өткіземіз міндетті түрде. Араластырып, әдемі қамыр шығады. 10 минутта дайын болады достар. Өте оңай, жасап көріңіздер. Қамырымызды араластырып болғанымыздан кейін ерітілген сары майымызды құямыз. Қамырымыз дайын. Қызып тұрған табамызды пісіріп ала бересіздер. Бетінде көпіршіктері пайда болған кезде екінші бетіне аударамыз. Екінші беті тез піседі. Мінекей достар, дайын болды. Жасап көріңіздер.